Сәлем достар, жаздың құрғақ әрі аптап ыстық күндерінде ай осы көлеңкенің өзінде 50 градус бар-ау деп жүрген шығарсыз. Биылғы жазда еліміздің оңтүстік өңірлерінде 50 градустан асатын температуралар болды. Бірақ планетамыздың басқа да аймақтарында адам төзгісіз жоғарғы температуралар тіркелген. Жер шарының ең ыстық аймағында температура 70 градус шамасында. Назарларыңызға жер бетіндегі ең ыстық аймақтардың ондығын ұсынамыз. Судан, Вади-Хальфа қаласы. Насыр өзенінің бойында орналасқан 15 мың халқы бар қала. Мұнда ең жоғарғы ауа температурасы 1967 жылдың сәуірінде 52,8 градусты құраған. Жазғы күндері орташа ауа температурасы 40 градус шамасында. Израиль, Тирацви, Бейт-Шеян алқабында орналасқан діни кибуц. 1942 жылдың 21 маусым күні мұнда Азия тарихындағы ең жоғарғы температура тіркелді. 53,9 градус. Иордан өзені аймақты суландырып тұрғанына қарамастан, жазда күн сәулелері өңірді жандырып жібере жаздайды. Мали, Тимбукту қаласы. Сахара шөлінің оңтүстігінде орналасқан тарихи қалада ең жоғарғы ауа температурасы 54 градусты көрсеткен. Тимбукту Африкадағы ислам доктринасын таратушы орталық болған. Мұнда мұсылмандар үшін маңызды 3 мешіт салынып, ең маңызды ежелгі қолжазбалардың бірі сақталған. Тунис, Кебили қаласы. Кебили Тунистегі шөлді оазис. Аталмыш қала өзінің ежелгі археологиялық жәдігерлерімен танымал. Олар ішіндегі ең көнесі 200 мың жыл бұрын жасалған. Одан бөлек Кебили өзінің жазда максимум 55 градусқа жететін, ал түнде 0-ден төмен болатын экстремальды температурасымен ерекшеленеді. Ливия, Гадамес қаласы. Ливияның батыс бөлігінде орналасқан шөл маржаны ретінде танымал болған Гадамес қаласы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұрасы деп жарияланған. Көне қаланың ең негізгі ерекшелігі балшықтан салынған көп қабатты ғимараттар. Бұл үйлердің басты артықшылығы жазда салқын, қыста жылы. Ал жазда Гадаместе ауа температурасы 40 градустан 55 градусқа дейін жетеді. ақш өлім алқабы. Невадамен шекаралас орналасқан шығыс Калифорниядағы бұл шөлді алқапты жердегі ең ыстық аймақ деп атайды. Шындығында олай емес. Өлім алқабы Құрама штаттағы ең ыстық әрі құрғақ нүкте. Мұнда температура жазда 46 градус пен 50 градус аралығында болады. Ал 1913 жылдың 16 қыркүйегінде ең жоғарғы температура 56,7 градусты құраған. Ливия, Эль-Азизия қаласы. Ливияның солтүстік батысында орналасқан қалада 1922 жылы көлеңкедегі ауа температурасы 58,2 градусты көрсеткен. Және біраз жылдар бойы әлемдегі ең жоғарғы температура болып қалды. Қатты желдің әсерінен бірнеше сағатқа ауа температурасы 20 градусқа дейін төмендейді. Қолайсыз ауа райына қарамастан, қала халқы 300 мың адамды құрайды. Қытай, Турфан қаласы. Қытайдың солтүстік шығысындағы қала теңіз деңгейінен 154 метр төменде орналасқан. Қытайдағы ең ыстық мекен, ал әлемде 3-ші орында. Ыстығына қарамастан, жер асты сулары мен құнарлы топырағы қаланы шөлдегі нағыз оазиске айналдырды. Австралия, Квинсленд штаты. Аталмыш штат Австралия континентінің солтүстік шығысында орналасқан. 2003 жылы НАСА спутнигі Квинслендтің ішкі аймақтарында температураның 68,9 градусқа жеткенін тіркеген. Бұл аймақ қаншалықты қауіпті болса да, әсем саябақтары, тропикалық ормандары мен көрікті жерлерімен туристерді өзіне тартты. Иран, Дештелут. Міне, әлемдегі ең ыстық жер қайсы деген сұрақтың жауабы. Дештелут жазы өте ыстық болатын құрғақ шөлді аймақ. Аква-наса спутнигіндегі Модис құрылғысы 2003-2005 жылдар аралығында температураның 77 градусқа дейін көтерілгенін көрсеткен. Бұл планетамыздағы рекордтық көрсеткіш. Дештелут әлемдегі ең ыстық мекен деген атаққа әбден лайық. Достар, сіздердің қалаларыңызда ауа температурасы қанша градусты көрсетіп тұрғанын пікірге жаза кетіңіздер. Және каналға жазылуды ұмытпаңыздар.